Нұрсұлтан Назарбаевтың ұшағы кейінгі бір жыл ішінде Еуропаға, Түркияға, Араб әмірліктеріне бірнеше рет барған. Мемлекеттік басылымдар мен телеарналар есімін атауды сиреткен бұрынғы президент қайда сапарлап жүр? Қаңтар оқиғасынан 4 ай өткенде, яғни былтыр мамырда, Назарбаев 12 жыл мінген нөмірі 1 борт Airbus A330-243 престиж ұшағы екінші президент Тоқаевқа өткен. Ал экс-президент Назарбаев 3 жыл бұрын $100 миллион сатып алынған жаңа Airbus ACJ320 Neo деген ұшаққа ауысты. Әуе рейстерін бақылайтын қосымшаларда бұл ұшақ туралы ақпарат жасырылған. Ұшақтың сыртында да Қазақстан деген жазу не арнайы белгі жоқ. Бірақ әуе рейстерінің архивін сақтайтын OpenSky Network дерек қорында 1 жыл ішіндегі 7 рейстің мәліметі бар. UPA-2002 деген борт нөмірімен тіркелген Назарбаевтың жаңа ұшағы былтыр маусымда Мәскеудің Внуково әуежайына қонған. Сол уақытта Назарбаев Ресей президенті Владимир Путинмен кездескен. 3 шілдеде туған күнінің қарсаңында осы ұшақ Түркияның курорттық Бодрум қаласының әуежайына қонды. Айдың соңында баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Назарбаевтың еңбек демалысын Түркияда өткізгенін жазды. Экс-президенттің ұшағы бұл демалыстан кейін Еуропаға барып, Франция-Швейцария шекарасындағы Базель, Мюлуз, Фрайбург әуежайына қонған. Ал күзде қазан айында Біріккен Араб әмірліктерінің астанасы Абу-Дабиге барған. OpenSky Network дерегінше экс-президенттің ұшағы биыл наурызда да Абу-Даби әуежайына қонған. Бұрынғы президент мәжіліс сайлауына сол күні таңертең дауыс беріп кеткен еді. Ал жазда Назарбаевтың туған күнінің қарсаңында ұшақ тағы да Түркияның Бодрум әуежайына тоқтаған. Бірақ биылғы сапар туралы баспасөз хатшысы ештеңе айтпады. Жақында экс-президенттің борты Лондонға барған. Ұшақтың қонған сәтін Станстед әуежайында Ян Стюарт деген азамат түсіріп, YouTube-қа жариялаған. Ұшақ Лондоннан 31 шілде күні ұшып кеткен. Бұл сапарлардың бәрінде экс-президенттің өзі ұшақта отырды ма, жоқ па белгісіз. Әрі ұшақ бұдан басқа да жерлерге барған болуы мүмкін. Себебі рейстердің дерек базасында 1 жыл ішіндегі рейстердің барлығы тіркелмеген. Нұрсұлтан Назарбаевтың баспасөз хатшысы Азаттыққа бұл ұшақ экс-президенттікі емес, және ол өткен айда Англияға барған жоқ деп жауап берді. Airbus ACJ320 Neo әуе кемесін Нұрсұлтан Назарбаев қоры сатып алғанын былтыр қаңтарда OCCRP зерттеушілері анықтаған еді. Әуе кемесі Қазақстан президентінің іс басқармасына қарайтын Бүркіт әуе компаниясының флотында болған. Planespotters сайтының дерегінше былтыр тамыздан бері ұшақты пайдалану және басқару қызметі Comlux KZ компаниясына өткен.